кеш ханымдар мен мырзалар. Кешіп өту жүргізушісі Нұрлан Қоянбаев. Түнгі студияда. Кеш жарық, құрметті көрермендер, эфирде түнгі студия жобасы Кеш жарық. Тамаша, отыра беріңіздер, рахмет сіздерге. Менің әріптестерім Абат әртүрлі ойындар ғылымының докторы Бижанов Дәулет. Тамаша, барлықтарымыз дайынбыз, онда шоуымызды не істейміз? Кетті! Студияда Нұрлан Қоянбаев, Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев. Рахмет. Тамаша, ризамыз. Көңіл күйіміз тамаша. Дәулет, бүгін бір ерекше бағдарлама болайын деп тұрған сияқты. Мен білем. Себебі бүгін эксклюзив қой, эксклюзив. Иә, эксклюзив мен біліп, алдын ала естіп, барлығынан... Қандай эксклюзив ал, бүгін қандай жаңалық? Қазір мен айтам, ол мен білдім да, естідім, сол бойда аяқ киімді кимей далаға жүгіріп шығып, осы жердегі бәрінен, операторлардан, режиссердан, музыканттардан, есік ашатын қыздардан, есік жабатын қыздардан сүйінші алдым. Есік жасаған қыздардан ше? Бәрінен сүйінші алдым. Бәрін. Кәдімгідей біздің жағдайымыз жақсы екен. Ой, қиналып жүрік, анау-мынау деген әңгіме өтірік, бәрінде ақша көп екен. Мынандай сүйінші жинап алдым ол бүгінгі. Тамаша, рахмет сіздерге. Енді көрсетіңіз халыққа. Біздің түнгі студияның жағдайы жақсы деп. Тамаша көрсетейік. Осындай сүйінші жиналыпты. Енді тамаша. Бұл енді бәрі беріп атқан соң мен де ұялып кішкене өзім атымнан кішкене сүйінші қосып. Дәулет. Ау? Рахмет, кішкентай қағаздар да шығып қалтаңнан. Рахмет енді. Өзің ала ғой. Ой, мынау 4 күн тамақ жейсің ғой маған? Ойғандаймын ғой. Үйдегілер айтып ақшаны көп жарата бер, мен не осы соған деп. Жақсы болды. Тамаша, рахмет, құрметті көрермендер. Енді Дәулет Бижанов әртүрлі ойындар ғылым докторы бар, талай халықтан сүйінші жинаған екенсің. Қандай жаңалықпен жинады? Енді бір жаңалыққа береді ғой сүйінші. Дәл қазір бүгін бізге келетін қонақ. Білесің ғой, иә, кім екен білем, оны сіз айтуыңыз керек. Студияда осы қазақстан эстрадасына жаңадан бір топ құрылды. Соны бүгін салтанатты түрде халыққа таныстырамыз, иә? Тұсаукесері деп айтуға болады. Алдымен студиямызға продюсерін шақырсақ. Қалай қарайсыздар? Тамаша. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта ерекше қонақ, еліміздің ең танымал продюсер десек болады, тележүргізуші әйгілі Баян Есентаева. The 21st night of September, there was just a night pretender. Why you can't let the crowd away? Aliyah, say do you remember Aliyah? Dancing in September, Aliyah, never was a cloudy day. Баян ханым, түнгі студияға қош келдіңіз. Мына қошеметтің бәрі сіз үшін. Рахмет. Баян ханым, жағдайыңыз қалай? Астана қалай жеттіңіз? Студиямызға қалай жеттіңіз? Жаман емес. Енді Баян ханым, біз шығармашылық туралы әңгімемізді бастайық. Естуімше, сізде жақсы жаңалық бар, сол жаңалықтан бастасақ бағдарламамызды. Ал айта беріңіз. Өте жақсы жаңалық. Өте. Қазір мына қыздар
ең күшті, ең әдемі, ең талантты жігіттерді көреді. Дұрыс айтасыз, тек қана қыздар көреді, жігіттер дұрыс көре алмайды. Қыздар үшін бұл топ. Жасалған Да. жоба дейсіз. Рахмет. Иә. Енді Баян ханым, осы жаңалықты біз естіп, жақсы жаңалықты естіп, біз халықтан дәулет бүгін сүйінші жинады. Сүйінші, Баян ханым, алғаш рет... Мен көрімдік жинаймын қазір. Көрімдік? Иә. Сізге жинап қойдық. Бәрін алып қойдық, біз сүйіншімде көрімдік деген. Өйткені бағдарламамыз 30 минутта жетпейді. Бірден бере салыңыздар дедік. Көп сүйінші біраз жиналды енді. Қанша? Мінекей. Баян ханым, бірден қанша? Бір галстукке жететін... Оғандай қалсын? Оғандай қалсын. Қабыл алыңыз, енді бұндай ақшамен көшеде жүру қауіпті деп ойлаймын. Чемоданчикта менікі ма? Чемоданчикта сіздікі. Жақсы. Бұл чемоданчигі ақшасынан Баян ханым бүгін түнгі студияда. Енді бір газетте, қателеспесем Өскөңгір газетіне сіз сұхбат беріңізде айтыпсыз, сіз ұлдармен жұмыс істемеймін деп. Қандай себеп болды бойзбенд құруға? На самом деле я не собиралась брать бойсбенд, вообще такой мысли не было, пока я не увидела этих мальчиков. Жанды дауыс жобасына дейін менің ойымда бойсбенд алу, олармен жұмыс істеу мүлде болған жоқ. 3 ай бойы жігіттерді бақылап ойландым. Егер бұларды мен алмасам, басқа біреудің алып кетер анық еді. У нас теперь так в офисе. Лапуськи и все остальные. Лапуськи? Да. Енді біз ұлттық арнадамыз ғой, лапуськаларды қалай айтамыз қазақша? Ляпскілер? Ляпскі. Келесі жол, мысалы, офиске келгенде айтасыз, ляпскілер. Ләпшкелерің бар ма? Жалпы бір сұрақ қойым келіп отыр. Енді қыздар тобымен жұмыс жасап, сосын ұлдармен жұмыс жасау айырмашылық бар шығар. Мәселен, киім кию, стилистика, жалпы бейне баян. Аз уақыт болса да көрген шығарсыз бір айырмашылық. Иә, әрине бар. Қыздарға алып тастаңдар, кесіп тастаңдар, ауыстырыңдар деп айтатын болсам, қазір ұлдарға сендерге ұнай ма деп сұрайтын болдым. Егер оларға ұнаса, аламыз. Тамаша. Енді біз қыздармен, шынымен де балдармен жұмыс істеу жеңілдеу сияқты ойлаймын. Өйткені балдар еркелігі аз, мысалға ұйықтап қалмайды. Нет, у нас в офисе, да, на самом деле кошмар. Қазір біздің офисте бұрын ешқашан орын алмаған жағдайлар орын алуда. Вода. Бойлер ма? Бойлер, да. Мысалы, мына бір суды алайық. Қыздармен бұл су бір аптаға жететін. Барлығы тиянақты, тыныш еді. Енді бойлер тек бір күнге. Кофе, да? Қанша тұрады кофе? Кофені де арзанын алатын болдық. Себебі ол да бір-ақ күнге жетеді. Чайные пакетики, сахар. Қазір шай, қант, офистегі басқа да заттар тек бір күнге жетеді. Все сносится просто. Офистегі барлық зат қозғалатын болды. Постоянно, холодильник. Может, оларға тамақ беру керек? Арасында тамақ шет. 4 часа они занимаются хореографией ежедневно. Олар күніне 4 сағат бимен айналысады. Пол бар ғой, пол. Сол анау потолок бар ғой бірінші этажда. Уже трещит. Қабырғаларда жарық пайда бола бастады. Потому что белиді ғой, бұлай. Двери, все. Есіктің барлығы мынандай. У-шу. Первый месяц. Түгі балдар ма? Да, емес, просто много. Просто қарындары бар. В общем, у нас... Қазір біздің офисте жағдай мүлде өзгеше. Менің өзім бұлай жүретінбіз. Енді қазір үйренген сияқтымыз. Отыра бересіздер, шай ішіп дүң. Лапуськалар не жатыр. Лапуська. Бір лапуська деу екенде. По лестнице спускать. Баян ханым, көрермендеріміз күтіп алды, жігіттерді. Өздерін тепке кетпесін. Енді Алау тобын, бойсбендтің аты Алау. Алау. Бұл есімді өзіңіз шығардыңыз ба? Жоқ. Өздері шығарды ма балаларын? Өздері емес, это их наставник. Бұл олардың жанды дауыстағы жетекшілері Оразбеков Дастанның қойған аты. Жігіттер Дастанның командасында 12 апта бойы жұмыс жасады. Алау. Тамаша көрсетейік, осындай сүйінші жинапты. Енді тамаша.
Бұл енді қандай бәрі беріп атқан соң мен де ұялып кішкене өзім атымнан кішкене сүйіншім қосып. Дәулет. Ау? Рахмет, кішкентай қағаздар да шығып қалтаңнан. Рахмет енді. Өзің ала ғой. Ой, мынау 4 күн тамақ дейсің ғой маған? Ойындаймын ғой. Үйдегілер айтып ақшаны көп жарата бер, мен ие осы соған деп. Жақсы болды. Тамаша, рахмет, құрметті көрермендер. Енді Дәулет Бижанов әртүрлі ойындар ғылым докторы бар туралы халықтан сүйінші жинаған екенсің. Қандай жаңалықпен жинады? Енді бір жаңалыққа береді ғой сүйінші. Дәл қазір бүгін бізге келетін қонақ білесің ғой, иә, кім екен білемін, оны сіз айтуыңыз керек. Студияда осы Қазақстан эстрадасына жаңадан бір топ құрылды. Соны бүгін салтанатты түрде халыққа таныстырамыз, иә? Иә, тұсаукесері деп айтуға болады. Алдымен студиямызға продюсерін шақырсақ. Қалай қарайсыздар? Тамаша. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта ерекше қонақ, еліміздің ең танымал продюсер десек болады, тележүргізуші, әйгілі Баян Есентаева. Ал айта беріңіз. Өте жақсы жаңалық. Өте. Қазір мына қыздар ең күшті, ең әдемі, ең талантты жігіттерді көреді. Дұрыс айтасыз, тек қана қыздар көреді, жігіттер дұрыс көре алмайды. Қыздар үшін бұл топ. Жасалған жоба дейсіз. Рахмет. Енді Баян ханым, осы жаңалықты біз естіп, жақсы жаңалықты естіп, біз халықтан Дәулет бүгін сүйінші жинады. Сүйінші, Баян ханым, алғаш рет... Мен көрімдік жинаймын қазір. Көрімдік? Иә. Сізге жинап қойдық. Бәрін алып қойдық, сүйіншімде көрімдік деген. Өйткені бағдарламамыз 30 минутта жетпейді. Бірден бере салыңыздар дедік. Көп сүйінші біраз жиналды енді. Қанша? Мінекей. Баян ханым бірден қанша? Бір галстукке жететін... Оғандай галстук? Оғандай галстук. Қабыл алыңыз, енді бұндай ақшамен көшеде жүру. Есентаева! The 25th night of September, there was shelter in my pretender. Why you can't let the crowd away? Aliyah, say do you remember Aliyah? Dancing in September, Aliyah, never was a cloudy day. Баян ханым, түнгі студияға қош келдіңіз. Мына қошеметтің бәрі сіз үшін. Рахмет. Баян ханым, жағдайыңыз қалай? Астана қалай жеттіңіз? Студиямызға қалай жеттіңіз? Жаман емес. Енді Баян ханым, біз шығармашылық туралы әңгімемізді бастайық. Естуімше, сізде жақсы жаңалық бар, сол жаңалықтан бастасақ бағдарламамызды. Hanımlar ve mırzalar. Keşfete жүргізушісі Nurlan Koyanbаев. Түнгі студияда. Кеш жарық, құрметті көрермендер, эфирде түнгі студия жобасы Кеш жарық. Тамаша, отыра беріңіздер, рахмет сіздерге. Менің әріптестерім Абат
әртүрлі ойындар ғылымының докторы. Бейжанов! Тамаша, барлықтарымыз дайынбыз, онда шоуымызды не істейміз? Кетті! студияда Нұрлан Қоянбаев Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев Рахмет. Тамаша. Ризамыз. Көңіл күйіміз тамаша. Дәулет, бүгін бір ерекше бағдарлама болайын деп тұрған сияқты. Мен білем, Себебі Нұрлан бүгін мырза. эксклюзив қой, эксклюзив. Иә, эксклюзив мен біліп, алдын ала естіп, барлығынан... Қандай эксклюзив ал, бүгін қандай жаңалық? Қазір мен айтам, ол мен білдім да, естідім, сол бойда аяқ киімді кимей далаға жүгіріп шығып, осы жердегі бәрінен, операторлардан, режиссердан, музыканттардан, есік ашатын қыздардан, есік жабатын қыздардан сүйінші алдым. Есік жасаған қыздардан ше? Бәрінен сүйінші алдым. Бәрін. Кәдімгідей біздің жағдайымыз жақсы екен. Ой, қиналып жүрік, анау мынау деген әңгіме өтірік. Бәрінде ақша көп екен. Мынандай сүйінші жинап алдым ол бүгінгі. Тамаша, рахмет сіздерге. Бұл енді көрсетіңіз халыққа. Біздің түнгі студияның жағдайы жақсы деп.